Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін алманың пайдасы жөнінде айтамыз. Ғалымдардың айтуынша, алма жемісі адамның әсіресе нәзік жандылардың жас көрінуіне септігін тигізеді екен. Күн сайын алма жеген адамның ағзасы жақсарып, қартаю процесі баяу жүреді екен. Алмадан әртүрлі шырын, тәттілер, бетке арналған маскаларда жасауға болады. Алма мидың жұмысын жақсартады, ең алдымен тістің беріктігін нығайтып, тіс жегілеріндегі тастардың пайда болуының алдын алады. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарын жақсартады, қандағы холестеринді азайтады. Сонымен қатар түрлі ауруларға ем екен. Ол үшін адам күніге өз жұдырығындай 2 алма жегені дұрыс. Алма балалар мен ересектерге, әсіресе жүкті әйелдерге қаназдыққа көмегі мол. Күніге 2 алма жесеңіз, сізге дәрігер қажет емес делінген. Видеом ұнаса, маған лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.